Hello guys! Ағылшын тілін нөлден бастап үйренудің 4-ші сабағы және бізде бүгінгі тақырып ол question words. Сұраулы сөздер. Біз оларды бір нәрсе туралы нақты ақпарат алу үшін қолданамыз. Олардың түрлеріне тоқталайық. Who? Кім? It's used to ask about a person. Яғни бір адам жайлы сұрағанда қолданамыз. Тек қана адамдарға қолданылады. Мысалыға, Who is he? Ол кім? He is my brother. Ол менің ағам. Who is calling? Қоңырау шалып жатқан кім? It's my mom. Менің анам. Келесі, where? It's used to ask about a place. Бір бағытты немесе жерді сұрағанда қолданамыз. Мысалыға, Where is my book? It's on the table. Менің кітабым қайда? Ол үстелдің үстінде. Where are you going? Сен қайда бара жатырсың? I'm going to the gym. Мен спортзалға бара жатырмын. Келесі, when, қашан. It's used to ask about time, occasion or a moment. Уақытты бір жағдайдың қашан болғанын немесе сәтті сұраған кезде қолданамыз. Мысалыға, When is your birthday? Сенің туылған күнің қашан? It's on 7th of May. Мамырдың 7-сіне. When does the lesson start? Сабақ нешеде басталады? Қашан басталады? It starts at 7:30. Сағат 7:30-да. Келесі. Why? Не үшін? Неге? It's used to ask about reason. Себепті сұрағанда қолданамыз. Яғни бір жағдайдың не үшін істелгенін сұраймыз. Мысалыға, Why is she going to the hospital? Ол неге ауруханаға бара жатыр? Және why мен қойылған сұрақтардың барлығына because бен жауап береміз. Because себебі немесе өйткені. Because she is sick. Себебі ол ауырып тұр. Why are you so happy? Неге сен соншалықты бақыттысың? Because I passed the exam. Өйткені мен экзаменнен өттім. Келесі, what? Не немесе қандай. It's used to ask about a specific thing or object. Белгілі бір затты сұраған кезде қолданамыз. Мысалыға, What is in the box? Қораптың ішіндегі не? It's a doll. Ол қуыршақ. Келесі, which? Қайсысы? It's used to ask about a choice. Таңдау жасаған кезде қолданамыз. Мысалыға, Which subject do you like best? Саған қай пән ұнайды? I like physics. Маған физика ұнайды. Which one do you want? Қайсысын қалайсың? I want the blue one. Маған көгі. Мен көгін қалаймын. Келесі, how? It's used to ask about the way something is done, the condition of something, or the degree of something. Яғни бір нәрсенің қалай жасалатынын, күйін немесе жағдайын сұраған кезде қолданамыз. Мысалыға, How do you go to school? Сен мектепке қалай барасың? I go to school by bus. Мен мектепке автобуспен барамын. How old is your sister? Сенің әпкеңнің жасы нешеде? Немесе қаншада? She is 25. Ол 25-те. Okay guys, сіздерге барлығы түсінікті болса, қазір кішігірім практика жасап кетейік. Видеоны паузаға басып, қалып кеткен жерлерге question words-пен толықтырып шығыңыздар. Окей, істеп болды деген ойдамын, қазір бірге тексерейік. Answers. Жауаптарын тексеріп алыңыздар. Бізде осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше.